Сәлем оқушылар, бүгін бізде 112-ші сабақ жазбаша түрде қалдықпен бөлу. Бірінші тапсырмада біз мына амалдарды орындауымыз керек және жауабын кему ретімен орналастыруымыз керек. Сол кезде осы сөздердің мағынасы шығады екен. Яғни бұл сөздерді Циолковский айтқан екен. Так, 56-ны 2-ге бөлсек 28 болады. 96-ға бөлсек 16 болады. 75-ті 5-ке бөлсек 13 болады. 84-ті 6-ға бөлсек 16. 38-ді 2-ге бөлсек бізде 14 болады мынау. Және мынау 16 болады. Ал кему ретімен орналастырайық. Бүгін дейді. Бүгін. Екіншісі бізде 19 екен. Бүгін мүмкін болмаған нәрсе ертең іске асуы мүмкін екен. Сондай сөз шықты. Яғни бүгін мүмкін болмаған нәрсеміз ертең іске асуы мүмкін. Яғни бүгін орындалмай қалған, бүгін болмай қалған нәрсеміз ертең болуы мүмкін дейді. Жақсы, келесі тапсырма. Өрнекті баған түрінде жазып, қалдықпен бөлуді орында. 679 бөлу 5. Бұны біз бағандап былай бөлейік. 6-ның ішінде 5 бір кезек, 5 бірін 5, 1 болады азайтсақ, 7-ні түсіреміз. 17-ның ішінде 5 3 кезек, 15 болады. 2-ні түсіреміз, 9-ы түсіреміз. 5 рет болады, 25, 4 қалдық. Келесі 949 бөлу 8. 949 бөлу 8. Бір рет келеді 8, 1 14, бір рет келеді 8, 6, 9 түсіреміз, 8, 64, 5 қалдық. Келесі 659-ды 5-ке бөлеміз. Бірден келеді 5, 15, 3-тен келеді 15, 0, 9, бірден келеді 5, 4 қалдық. Келесі 764-ті бөлуіміз керек 3-ке. 2-ден келеді 6, 16, 5-тен келеді 15, 14, 4-тен келеді 12, 2 қалдық. Кетірем. 537 бөлу 5. Бірден келеді 5, 0, 3, 7-ні түсірем, 7-тен келеді 35, 2 қалдық. Келесі 554 бөлу 4. Бірден келеді 4, 15, 3-тен келеді 12, 34, 8-ден келеді 32, 2 қалдық. Келесі 815 бөлу 8. Бірден келеді 8, 0, 15, бірден келеді 8, 7 қалдық. 565 бөлу 4. Бірден келеді 4, 16, 4, 16, 0, 5-ті түсірем 1, 4, 1 қалдық. Есепті шығар, шешуін өрнек түрінде жаз. Конструктордағы 3 қалтаның әрқайсында 112-ден бөлшек бар. 3 қалтаның әрқайсында 112 бөлшектен бар. Енді ғарыш кемесінің моделін жасау үшін 289 бөлшек қолданылды. Қаншасы қалды? Бұлай табамыз. 289-дан азайтамыз 3 көбейту 112. Жоқ, керісінше. Қазір. Бұлай табамыз. 3-ті көбейтеміз 112-ге, азайтамыз 289-ды. Сонда 336-дан азайтамыз 289. Неше шығады? 7, 4, 47 шығады. Сызба бойынша есеп құрастыр. Ер адамдар 50, әйел адамдар одан 9 есе артық. Барлығы қанша адам дейміз. Сонда 50-ді 9-ға көбейтеміз және оған 50-ді қосамыз.
Сонда бізде 500 шығады. Келесі, конструкторда 145 қара түсті бөлшек бар. Бұл ақ түс бөлшекке қарағанда 40-тан артық. Барлығы қанша дейді. Так, 145-ке қосамыз, 145 азайту 40. Сонда 145 қосу 105. Бұл бізде 150 бар. 150. Келесі. Конструктор 145 қара түсті бөлшек бар, ақ түсті 40 артық дейді. 40-ы артық. Келесі былай шығады. Бұл есеп 145-ке қосамыз, 145, бұл екіншісі. Әсі. Қосу 40. Сонда 145-ке қосамыз, 185-ті. Бұл бізде 10, 12, 13, 330. Тіктөртбұрыш пішінде жер телімінің ұзындығы 20, ені ұзындығынан 3 есе кем. Яғни мынау бізде ұзындығы 120, ені 3 есе кем дейді, жетінші есеп. 3 есе кем болса, бұл бізде 120 бөлі 3 болады. Ені. Периметрін табыңдар дейді. А 120, Б 120 бөлі 3 неше болады? 40 болады. Осыдан периметрін табайық. Периметрін табу үшін 120-ға 40-ты қосып 2-ке көбейтеміз. 260 көбейту 2. 160 көбейту 2, 320. Жауабы 320. Келесі теңдеуді шешейік. 56 бөлі 2 тең 10 қосу 6 бөлу 2. 56 бөлу 2 тең 10-ға 6-ны қоссақ 16, 16-ны 2-ге бөлсек 8. X-іміз тең 56 бөлу 8. X-іміз тең 7. Сонда 56 бөлу 7 тең 10 қосу 6 бөлу 2. 8 тең 8 болады. Келесі. X азайту 340 бөлу 10 тең 12 көбейту 5. Так, 340-ты 10-ға бөлсек 34. X азайту 34 тең 60. Ал X-іміз тең 60 қосу 34. X тең 94. Енді тексереміз. 94-тен азайтамыз. 340 бөлу 10 тең 12 көбейту 5. 340-ты 10-ға бөлсек 34. 94-тен 34 азайтсақ 60. 60 тең 60. Келесі. 67 азайту 23 қосу Y тең 786 145. Так, 67-тен 23-ті азайтсақ, мына жерде бізде шығады 44. 44 қосу Y тең 786-тан 145 азайтсақ, бізде шығады 621. Солай ма? 621. Енді Y-ті табу үшін 621-ден 44-ті азайтамыз. Y-іміз тең 5, 7, 575. Келесі. 484-ті 4-ке бөліп жіберейік. Сол кезде 121 қосу X тең 210 болады. Ал X-ті табу үшін 210-нан келесі бізде 210-нан 121-ді азайтамыз. 210 азайту 121. Сол кезде бізде шығады 89. Келесі. 122-ні 3-ке көбейтсек 366, 124, 341, 213. Мынау бізде 5 метр. Мынау бізде 7 метр 57 сантиметр. Осымен сабағымыз аяқталды.